Қайырлы күн, менің есімім Шагиров Әділ Болатұлы. Мен қазіргі Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының тумасымын. Қазіргі таңда ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер хорының хормейстерімін. Өнерге мені баулыған менің әкем өзі өнерлі адам, жас кезінен ән айтады, домбырада ойнайды, басқа да музыкалық инструменттерді музыкалық білімі болмаса да слухпен ойнап жүретін. Менің 5 жас үлкен менің әпкем бар. Сол әпкем биге қатысатын. Бір күндері әпкемнің ұстаздары әкеме келіп домбыра керектігін айтты. Сол кезде әлі есімде менің әкем өз қолымен ағаштан ойып әпкеме домбыра жасап берген болатын. Сол домбыраны бір кештері мен кішкентай болып қолыма ұстап алып ойнағансында кейіп танытқан кезде оны көрген менің әкем әпкеме қарап, мына баланы ертеңнен бастап, ертеңнен қалдырмай домбыраға апар деп айтқан еді. Сол күннен, сол кештен бастап менің өнердегі жолым басталды. Өзімнің жеке жетістіктерімді айтатын болсам, айтып кеткенімдей бірінші мамандығым домбырашы. Сол домбырашы бола тұра ұстазым Жанабаева Гүлбақ Тайызбаевнаның арқасында көптеген қалалық, аудандық, республикалық конкурстарға, байқауларға қатыстым. Сол байқаулардан бір сыра алған бірінші орындарым, екінші орындарым, жүлделі орындарым бар. Ал дирижер бола тұра мен 2019 жылы Алматы қаласында өткен республикалық олимпиадада дирижерлар арасынан бас жүлдені жеңген болатынмын. 2020 жылы Астана қаласында өткен 41-ші республикалық шабыт фестивалінің жеңімпазымын. Бала кезімнен мен өзі музыкамен қатар спортты алып жүретінмін, спортты өте қатты жақсы көремін. Мектеп кездерінен бастап 6 жылдай профессионал түрде мен футболмен алыстым. Одан кейін 4 жыл волейболмен алыстым. Және де Қарағанды қаласында үш күрес спорт школында аралас жекпе-жекпен айналысқан болатынмын. Қазіргі таңда да ол хоббимді тастамай өнермен қоса алып жүрмін. Ұлттық ұлан ән-би ансамблінің ерлер хорымен жеткен жетістіктеріміз әрине көп. Бірақ әр әртіс үшін үлкен жетістік ол көрермендерінің шынайы ықыласы. Ерлер хорымен жылына біз 100-ден астам көптеген концерттерге қатысамыз. Соның ішінде де өзіміздің жеке концерттеріміз бар. Әскери ансамбльдің ең басты бір миссиясы ол халықтың, жастардың патриотизмін ояту. Сол миссиямен біз өзіміздің әндеріміз арқылы, өзіміздің өнеріміз арқылы өсіп келе жатқан жастардың ұлтшылдығын, отансүйгіштігін және патриотизм арттырып жатыр деген ойдамын. Ұлттық ұлан ән-би ансамблінде мен 2021 жылдан бастап жұмыс жасаймын. 2020 жылдың сонында Астанаға арман қуып келген болатын. Және де өнер адамы болғандықтан ол кез карантин уақыты сахнаны қатты сағындым. Сол кездерде бір жолдас баламен кездесіп, ол маған осы ұлттық ұлан ән-би ансамблі туралы айтқан болатын. Содан әсіресе ерлер хорын мен YouTube каналынан көріп, жігіттердің өнерлеріне сырттан баға беріп, тәнті болып, сосын осы ұжымның мүшесі болуды жөн көрдім. Сөйтіп тыңдалымнан өтіп, сол 21 жылдан бастап ұлттық ұлан ән-би ансамблінің ерлер хорының солисті болып жұмыс атқарамын. Қасиеттерге келетін болсақ, мен негізі өзім перфекционистпін, және де ұжыммен жұмыс жасаған кезде осы бір қасиетім қатты көмектеседі деген ойдамын. Себебі хормейстер ретінде мен әр шығарманың сапалы болуын, сапалы болып көрермендердің құлағына жетуін қалаймын. Сондықтан 100 емес 150-200%-ға мақсат қойып, сол бағытта жұмыс жасаймыз. Бізде жыл сайын бүкіл Қазақстан бойынша ұлттық ұлан әскери бөлімдерінде өз борыштарын өтеп жатқан сарбаздар арасында ұлттық ұлан дауысы атты байқауымыз өтеді, онлайн байқауымыз. Бұл байқаудың мақсаты мыңдаған сарбаздардың арасынан ең дарынды таланттыларын іріктеп алып, біздің ерлер хорының құрамын нығайту.